Сәлем барлықтарыңызға. Біз университетіміз таныстыруды жалғастырамыз. Бұл аудитория мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлына арналады. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы Маңғыстау облысы Ондал ауылында дүниеге келген. Бұл аудиториядан Әбіш Кекілбайұлының қысқаша өмірбаянымен, шығармаларымен және даналық сөздерімен таныссаңыз болады. Біздің университетіміздегі аудиториялардың бір ерекшелігі барлығында QR-код орнатылған. Яғни сіз QR-кодты телефоныңызға енгізу арқылы Әбіш Кекілбайұлының шығармасына тікелей сілтеме алып оқи аласыз. Келесі кезектегі аудитория халық жазушысы, журналист, қоғам қайраткері Фариза Оңғарсынқызына арналады. Фариза Оңғарсынқызы 1939 жылы Атырау облысы Манаш ауылында дүниеге келген. Құрмет белгісі, парасат ордені және халыққа білім беру ісінің үздігі атағын алған. Бұл жерден де сіз Фариза Оңғарсынқызының шығармаларымен QR-код арқылы таныса аласыз. Бүгінге осы, бізбен бірге болыңыздар.